Бәріне сәлем, бүгін біз сіздермен FlixPress деп аталатын веб-сервисі көмегімен анимация жасау жолын үйренетін боламыз. Яғни FlixPress сервисі сізге өте қысқа уақытты анимацияларды жасауға мүмкіндік береді. Егер сіз оқушыларға арналған видеороликтер, видеопрезентация, немесе видео арна, яғни YouTube немесе Instagram желілерінде блог жүргізетін болсаңыз, және соларға арнап интро-видео, видеоаралық переходтар жасағыңыз келсе, бұл сервистің сізге беретін пайдасы мол. Ондай видеолар жасау үшін flixpress.com сайтына кіресіз. Бұл сілтеме осы видеоның сипаттамасында көрсетілген. Сол кезде сізде мына терезе ашылу керек. Сайтқа кіргеннен соң ең алдымен тіркелу қажет әрине. Оған тіркелу үшін оң жақ жоғары бұрышындағы регистр батырмасын басасыз. Тіркелу батырмасын басқаннан кейін сізге мына бет ашылады және сіз өзіңіз жайлы кейбір ақпараттарды енгізу керексіз. Ол ең бірінші осы сайтқа кіретін логин, одан кейін өзіңіздің атыңызды және фамилияңызды енгізесіз. Сондай-ақ өзіңіздің электронды мекен жайыңызды көрсетесіз. Егер Gmail болса, Gmail арқылы тіркелуді кеңес береміз. Сондай-ақ өзіңіздің құпия сөзіңізді және құпия сөзіңізді екінші рет растауды енгізесіз. Яғни 2 рет жазасыз құпия сөзіңізді. Одан кейін осы сайттың барлық талаптарымен келісемін және мен робот емеспін деген жерлерді растасаңыз, регистр батырмасын қайта басып сайтқа тіркелуге болады. Біз бұл сайтқа тіркеліп қойғандықтан, біз бірден өз аккаунтымызға кіріп, бұл платформамен қалай жұмыс жасау керек екенін көрсетеміз. Ол үшін өзіміздің логинімізді және құпия сөзімізді қайта енгіземіз және логин батырмасын басу арқылы сайтқа кіреміз. Сайтқа кіргеннен кейін сізге бірнеше тегін шаблондарды ұсынады. Әрине бұл сервистің ақылы шаблондары да бар, бірақ біздің жағдайда тегін шаблондарын қолдану да жетеді. Бұл онлайн сервисте сізге шамамен 15 тегін шаблон ұсынады. Өзіңіздің қажеттілігіңізге қарай кез келген таңдап тегін қолдана берсеңіз болады. Бұл сервистің ақылы шаблондары да бар, ақылы тарифтері де бар. Қазір сол жайлы қысқаша айта кетейік. Ол үшін прайсинг бөліміне кірсеңіз, сізге тегін тарифінен басқа 4 негізгі тарифінің түрін көрсетеді. Мысалы, Personal ол айына $0.83 төлеу керек, яғни жылына ол шамамен $10 құрайды. Ал эксперт тарифі ол $10 айына деген сияқты, арғарай осы тарифтермен бір танысып алсаңыз болады. Егер тарифтермен таныс болсаңыз, онда біз негізгі бетке оралайық және жұмыс жасауды бірден бастап кетейік. Ол үшін әрине ең бірінші өзіңіздің тарифіңізді таңдайсыз және өзіңізге ұнаған кез келген бір үлгіні, шаблонды таңдайсыз. Енді бізде мұнда personal тарифі болғандықтан 15-тен көп шаблондар қолжетімді. Кез келген біреуін мысал ретінде көрсетейік, ал сіз осыған ұқсас етіп өзіңіздің мысалыңызды жасай аласыз. Енді кез келген біреуін таңдадық. Мысалы, мына робот жүретін анимациялық роликті таңдайық. Ол жерде сіз алдын ала видеоны көре аласыз, яғни үлгі ретінде көре аласыз. Бұл қалай жүретін. Егер де ұнаса, онда сіз Customize Now деген батырманы басу арқылы осы шаблонды өзгертуге кірісіп кетсеңіз болады. Енді бұл жерде екі сөз бар, ол top line және bottom line. Яғни top line ол негізгі сөз, андағы үлкен әріптермен жазылып тұрған, ал мұндағы bottom line ол астындағы сөз. Яғни негізгі сөзге сіз өзіңіздің өніміңізді, ал астындағы сөзге қосымша бір қандайда ақпарат бере кетсеңіз болады. Енді біз өзіміздің мысалымызда көрсетейік. Біз енді BioStars клубымыздың жарнамасын жасап көрейік. Ол үшін біз top line бөліміне BioStars сөзін жазамыз. Ал bottom line бөліміне біз мысалы клубтың Instagram парақшасының атын жазсақ болады.
Осылардың бәрін жасап болғаннан кейін аудио бөліміне барып, өзіңізге ұнаған кез келген бір аудионы таңдап, сол видеоға қосымша фондық музыка ретінде орнатып қойсаңыз болады. Әрине, мұнда өте көптеген аудиолар бар, алдымен тыңдап көруге мүмкіндік бар. Енді көп жағдайда видеолардың өзінің дыбыстары болады, сондықтан аудионы таңдамай ол бөлімді қалдырып кетсеңіз де болады. Енді барлығын тексеріп болғаннан кейін мұндағы сапаны өзгертсеңіз болады, яғни үлкен сапада немесе орташа сапада дегендей. Барлығын жасап болғаннан кейін, баптауларды енгізіп болғаннан кейін, сіз create preview, яғни алдын ала көру немесе submit order, ол бірден осы видеоны яғни жасауға кірісіп кетсеңіз болады, өйткені платформа сізге автомат түрде жасап береді. Енді біз барлығына сенімдіміз, сондықтан мұндағы submit order батырмасын басып, яғни қызыл батырманы басып, видеоны бірден жасауға мүмкіндік береміз. Ол батырманы басқаннан кейін мұнда сізде 3 нұсқа шығады, яғни артқа қайту, немесе келісім беру, немесе әлде де өнімді жасамай мысал ретінде көру, бірақ та біз сенімдіміз, сондықтан yes батырмасын басып, видеоны жасауға мүмкіндік береміз. Шамамен 30 секундтай уақыт күтесіз, әрине бұл сіздің видеоңыздың күрделілігіне қарай. Енді біздің видеомыз қатты күрделі емес, сондықтан 30 секундтың ішінде шамамен дайын болып қалады. Оны көру үшін сіз View My Order бөлімін бассаңыз, мұнда сіздің жасаған видеоларыңыз шығып тұрады. Яғни кейбірі мұнда үлгі ретінде көру, ал кейбірі дайын видеолар. Ал бұл бөлімде сізде дайын болған видеолар көрінеді. Енді біздің видеомызда дайын тұр екен, мұнда сіз Download and Share бөлімін бассаңыз, сізге екі нұсқада жүктеу, ол SD формат және HD. Немесе астында сіздерде әртүрлі желілерде, немесе белгілі бір электронды мекен-жайға жіберу, бөлісу деген батырмалар тұрады. Енді біз сенімдіміз барлығы дұрыс екеніне, сондықтан біз бірден Download HD бөлімін басып, видеоны жүктеп аламыз. Download HD бөлімін басқаннан кейін сіздің видеоңыз жүктелуге кірісіп кетеді. Бірнеше секундтардан кейін сіздің видеоңыз дайын болады, және оны показать папкені батырмасын басу арқылы видеоңызды көрсеңіз болады. Міне, мұнда біз бірінші жазған сөзіміз, негізгі сөзіміз ол be ұстаз, ал астындағы қосымша сөз ол be ұстаз club. Тура осылай сіз өзіңіздің кез келген бір өніміңізге жарнама ретінде немесе сабаққа қатысты кейбір анимациялық роликтерді осылай жасаңыз болады. Әрине біз ең қысқа нұсқасын таңдадық сіздерге түсіндіру мақсатында, бірақ та бұл сервистің ішінде өте көптеген үлгілер бар, яғни уақыты да көбірек және күрделілігі де басымырақ. Сондықтан сіз оны өзіңіздің қалауыңыз бойынша және өзіңіздің ситуацияңызға сәйкес жасай бересіз. Ал біздің сабағымыз осымен аяқталды. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне немесе біздің телеграмдағы чатымызға жазсаңыздар болады. Біз қолымыздан келгенше жауап беруге тырысамыз. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Өзіңіздің осындай керемет видео анимацияңызды бүгін жасап көріңіз. Баршаңызға сау болыңыздар, келесі сабақта кездескенше.